супер сайт. Қалай супер сайтты жасауға болады? Достар, барлықтарына сәлем. Сен бәлкім қазір мектепте немесе колледжда оқушы студент болып жүрсің, немесе сен мұғалімсіз, сіз мұғалімсіз. Мінекей, дәл осындай жағдайда презентация жасау ол міндетті түрде сенің өміріне, сенің жұмысына, сенің оқуына міндетті түрде керек болады. Ал қандай презентация жасау керек, қалай жасау керек, қалай тез жасау керек, қалай оңай жолмен жасау керек, осының барлығын бүгін айтатын боламыз. Ендеше алыстамаңыздар, дәл қазір бастайық. Кеттік. Сонымен біз ең алдымен Tilda деген сайтқа кірейік. Мінекей Tilda деп жаздым, мен уже әзірше жаздым, одан кейін Tilda деген сайтқа кірейік. Бұл жерде Tilda деген сайтта мінекей YT деген жер бар. Мен өзім YT дегенді басам. Егер сіз бұған дейін Tildaға зарегистрироваться етпеген болсаңыз, онда регистрацияны басыңыз. Мен өзім YT-ді басамын, ал сонымен қоса айтып өтетін нәрсе, Tildada бірнеше аккаунтты создать беруге болады, әртүрлі емейлмен әрине. Мінекей YT-ді басамыз. Сонымен өзімнің паролім. Біз ең алдымен Tilda деген сайтқа кірейік. Мінекей Tilda деп жаздым, мен уже әзірше жаздым, одан кейін Tilda деген сайтқа кірейік. Бұл жерде Tilda деген сайтта мінекей YT деген жер бар. Мен өзім YT дегенді басам. Егер сіз бұған дейін Tildaға зарегистрироваться етпеген болсаңыз, онда регистрацияны басыңыз. Мен өзім YT-ді басамын, ал сонымен қоса айтып өтетін нәрсе, Tildada бірнеше аккаунтты создать беруге болады, әртүрлі емейлмен әрине. Мінекей YT-ді басамыз. Сонымен өзімнің паролім ашқаннан кейін бірден айтып кететін нәрсе, неге PowerPoint-пен жасамайсың деген сияқты. Окей, қараңыздар, PowerPoint-пен жасау, егер де просто так шрифттарын қойып, әріптерін жазып, суреттерін қойсаң, жай ғана бір презентация жасасаң, ол қызық болмай қалады. Ол өтімді болмай қалады, ол аудиторияны өзіне қарата алмайды. Ал егер де сіздер шынымен де анимациямен жасайтындай PowerPoint-пен жасасаңыздар, онда окей. Дегенмен де бүкілінде онда анимацияға жететіндей компьютер жоқ, ноутбук жоқ, телефонмен вообще болмай десек те болады, сондықтан да ол ыңғайсыздау болып келеді. Ал Tildаны сен тіпті телефонмен жасай аласың, шынымен де телефонмен жасай аласың, ол Tilda өте ыңғайлы болып келеді. Ендеше кеттік. Біріншіден не көреміз? Бұл мен арнайы страницалар. Бұл жерде страница дегенде қараңыздар. Міне, бұл мой сайты деген, ол сенің өзінің сайттарын. Әрбір сайттың ішінде саған страницалар беріледі. Енді Tildada зарегистрироваться еткен кезде сізде бір мүмкіндік болады, яғни бір сайт болады сізде. Оның ішінде сіз 50 страница жасай аласыз. Ол былай жетеді сізге. Шын айтамын, ол сізге өте көптеген жетеді. Мен өзім бұрыннан бері осылай жасап жүрмін, және де маған вообще ешқайда қиындық келіп жүрген жоқ. Сондықтан да страницаларды сада ете бергеніңіз болады. 50 страница максимум бір сайттың ішінде. Ендеше кеттік, біз страница жасаймыз қазір. Страница тоже сайт десек те болады, тоже презентация десек те болады. Өздеріңіз білесіздер. Кеттік, мінекей создать новую страницу. Окей, бастық. Ішінде бізге шаблондар берілген. Бұл шаблондардың ішінен біз өзімізге керегін алып қара аламыз. Ішіне төмен қарай түсейік. Тоже мұнда жазуға болады. Ішіне қарап көріңіздер, міндетті түрде. Ішінде бизнес саласына байланысты магазин события, блог, контакт, анкета, внутренний деген сияқты бүкілі бар. Және де әртүрлі темаға. Мысалға, қазір жазып көрейікші осылай учеба деп. Учеба. Яғни сабақ. Бұл жерде бізге бірнеше шаблондар берілген. Осы шаблондарға сәйкес құруға болады. Немесе бұл шаблондардан бөлек өзіміз ішіне фото жасап құруға да болады. Мысалы, учить английский онлайн дейтін сияқты. Осыны басайық.
осыны басқаннан кейін біз осы страницаны создать етеміз. Мінекей бізге страница шықты. Енді біз бұл жерде шрифттарын өзгерте аламыз, дизайнын өзгерте аламыз, әріптерін өзгерте аламыз, фотоларын өзгерте аламыз. Қалай істегіміз келеді, солай істеуге болады. Тура осының орнына, мысалы, учите английский деген орнына, учите математику деп қоя салуға болады да, мысалы, өзіміздің жеке курсымызды жазуға болады. Немесе қазір көбінесе енді маған беретін сабақтар, яғни презентация жасап алып келуге тура келген сабақтар менде ол географиядан болған, географиядан яғни экологияға байланысты тақырыптар болған. Менде тура осы жерде дәл осы аласыздар да қоя саласыздар, яғни экологияны қалай түзетуге болады. Ендеше қазір алайықта бірнешесін көрейік. Одан кейін сіздер түсініп алғаннан кейін ары қарай өздеріңізде жасай берулеріңізге болады. Кеттік, окей. Учите английский онлайн деген орнына экологияны түзету. Экологияны қорғау жобасы десек, экологияны қорғау жобасы. Экологияны қорғау жобасы. Енді астына мұнда заголовқа бірдеңе жазуға да болады, жазбауға да болады. Сіздер түсініп алдыңыздар деп ойлаймын. Бұл жерде сондықтан да бұны өшіре салайын. Попробуйте бесплатно. Мұнаны басқан кезде бізге арнайы сайт шығады. Оны да жасауға болады, бірақ мынандай жұмыға бір қатты келеді деп ойламаймын мен өзім. Сондықтан да бұны да өзгертуге болады. Қалай өзгертеміз? Контентке басамыз. Контентті басамыз да астыға қарай түсеміз. Астыға қарай түсеміз және де мұнда попробовать бесплатно дегенді алып тастасақ, жаңағы кнопка автоматты тұрғыда өшетін болады. Мінекей, экологияны қорғау жобасы. Бұлайша фото тұра беруге болады, бірақ дегенмен де кішкене келмейтін деу сияқты. Сондықтан да алаяқта өзіміздің бір фотомызды қояйық. Артықтары өз жері осылай. Экология. Экологияның фотосын аяқты мұнда контентке қайтып барамыз. Фотоны осылай загрузить файл дегенді басамыз. Енді қазір фотоны алып беріп қоя саламыз. Болды, фото дайын, сохранить и закрыть. Енді қараңыздар, магия. Бұны бітірдік, бұны түсіндік. Енді әрі қарай көшейік. Келесі бет, мінекей, мы создали уроки. Қараңыздар, мен барлығын көрсетпейін сіздерге, бұлай керекті жерлерін көрсете аламын. Мысалға, мұнда шрифттарын өздеріңіз өзгерте аласыздар, оны түсініп алдыңыздар. Мұна жерде мынау время, место, эффективность деген жерлерді біз өзгерте аламыз. Қалай? Мысалға тағы да экологияны алайық та, бір фотосын алайық. Мысалға мына фотоны алайық та, көшеге қояйық. Жаңағындай загрузить дегенде ешкене баспай қоюға болады. Бұл жерлерде басылды, автоматты тұрғыда қойылды. Окей, келесісіне өтейік. Бұл жерде де өзгерте аласыздар. Енді өзіміздің шаблондарға келіп, бұл шаблон бойынша жұмыс, енді өзіміздің шаблонымызды қояйық. Қалай? Мына жерде әрбір сайттан кейін, яғни әрбір шаблонның бөлігінен кейін, бұл жерде плюстар тұрады, осындай плюстар тұрады. Сол плюстарға қарай аласыздар. Окей, обложка бар, проект туралы бар, заголовок бар, текстовой бар, изображение бар. Енді оның ішінде неге все-таки егер де ақша бар болып тұрса, мүмкіндігі бар болып тұрса, платныйын алуға дұрыс деген сияқты. Өйткені платныйда, мысалы қазір көрсетсем, менке изображенияның өзінде бізде кейбір нәрселер дұрыс берілмейді. Қазір изображенияның өзінде бұл жерде дұрыс берілмейді. Кей нәрселер, кей фотолар. Менке бұлардың көбісі закрытый болып тұр. Бұлардың бүкілі тек қана проға байланысты болып тұр. Ал енді қалғандары өте көп деген мына жерде функцияларын ашып,
ең басты практика жасап көріңіздер, практикамен үйренетін боласыздар, практикамен жақсы қолданатын боласыздар. Иә, енді тағы бір жерін айтып өтейік, сіздер түсіндіңіздер бұны да, мен сіздерге сендім. Қалай өшіреміз? Жай ғана осы кіреміз, удалить деген жері бар, сол удалить дегенді басамыз. Болды, удалить басылды. Енді тағы да бір функцияларын айтып өтейік. Мысалға, мы создали уроки дегенді аламыз да. Мы создали уроки дегенді аламыз да. Түсін өзгерту үшін мұна цвет текста дегенге барамыз. Цвет текста аламыз, осылай аламыз да. Применить. Болды, өзгерді. Болды, өзгерді. Настройка, жалпы блоктың өзін өзгерту үшін барамыз. Настройкаға кіреміз, астына қарай түсеміз. Мына жерде цвет фона для SEO блока аламыз да, мысалы қызыл, иә. Болды, осылайша өзгерді. Мен жалпы рандом былайша әдемілеп жалпы сіздерге түсінікті болсын деген тілде, оңай тілде сіздерге түсіндіріп отырмын. Негізінде бар болғаны осы, иә. Өте оңай стильме, өте оңай тұрғыда сіздер дәл осылайша өздеріңіздің сайттарыңызды, презентацияларыңызды жасай аласыздар. Мен өзім бұлмен бізге сабақ берген кезде дәл осымен жасап жүрмін. Маған әрқашанда дәл осындай 5 деген баға қайтады. Достар, және де егер де сіздер мысалға оқушы болсаңыздар, сіздерге бір көмек болып тұрса, дизайн жасауға, графикалық дизайн жасауға, тура осындай сайт жасауға, немесе сайт сияқты жаңағы айтқандай презентация жасауға көмек болса, немесе сіздер мұғалім болсаңыздар, сіздерге жаңағы айтқандағыдай көмек болса, міндетті түрде мен сіздерге көмектесе аламын. Мен сіздерге өзімнің бұрындағы фрилансер ретінде және де қазіргі болашақтағы мұғалім ретінде сіздерге көмектесе аламын. Толығырақ қалай көмектесемін, не болады, қандай нәрсе жасай аламын, олардың бүкілін сіздер описанияға өтіп көре аласыздар. Ендеше кеттік, көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше. Бұл болашақ мұғалімнің блогы.